Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менде ерекше болып шығатын өте дәмді қатпарлы самса, бір жасағаннан шығатын дәмді қатпарлы самсаның рецептіменен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қоңыраушаны міндетті түрде басыңыздар. Менің каналымда көптеген рецепттерді таба аласыздар. Ең алдыменен біз қамырымызды илеп аламыз. Мен термомиксте жасадым. Ол үшін бір бокал суымызға өз қалауларыңыз бойынша әрине тұзымызды салып, қарапайым ғана қамыр илейміз. Оны салып, 1 минуттық режимге салып, қамыр илеп алдым. Мөлшерлерін описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады, немесе өздеріңізге керегінше жасай бересіздер. Мінекей қамырымыз дайын. Енді бұны қолымыздың көмегіменен біріктіріп аламыз. Сондай қатты да емес, жұмсақ та емес, бір қалыпты орташа қамыр шығады. Бұл қамырға майдың, жұмыртқа қосудың қажеті жоқ. Өзі эластичный болып, әдемі болып шығады. Енді осы қамырымызды целлофанға салып, тоңазытқышқа салып, аз ғана уақытқа қалдырамыз. Тынған қамырымызды алып, 2 зуалаға бөліп, оны да бір шетке алып қоямыз. Қамырымыз тынғанша салмасын дайындаймыз. Менде осылай картоп, пияз және жаңа етпенен дайындадым. Қалауларыңыз бойынша тартылған етті істетсеңіздер де болады. Қолмен тураған да болады. Мен қолмен турау жөн көрдім. Және аздап құйрықты да қосып турап жібердім. Өз қалауларыңыз бойынша оны қоспауға да болады әрине. Барлығын осылай майдалап, төртбұрыштылап турап шығамыз. Картопымызды, пиязымызды барлығын. Енді оған тұзымызды қалауларыңыз бойынша дәмдеуіш саламыз. Қара бұрыш және мен аздап кориандр салып жібердім. Ол самсаларыңыздың дәмін өте ерекше етеді. Барлығын бір келкі етіп араластырып аламыз. Өте әдемі, кішкене аздап су қойып жіберсеңіздер де болады. Ол самсаларыңыз сочный болып шығатын болады. Мінекей салмамыз дайын. Енді қамырымызды дайындаймыз. Алдын ала дайындап қойған қамырымызды аздап ұн сеуіп жіберіп, осылай жаятын боламыз. Ең алдыменен қолдарыңызбенен осылай басып жіберсеңіздер, дөңгелек болып шығатын болады. Осылай басып, шет-шеттерін ғана басамыз. Осылай қайырып отырып, ұн сеуіп, және де ұнымызды, қамырымызды жаямыз. Мінекей өте оңай жайылады. Қамырымызды қатты жұқа етіп жібермейміз. Бір қалыпты етіп жайып алып, майымызды жағатын боламыз. Осы уақыт аралығында майды ертіп қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей сары майымыз еріді. Оны енді қамырымызға бір тегіс етіп жағып, құйып жағып шығатын боламыз. Қолымызбен немесе щеткаменен жағып шықсаңыздар болады. Қамырларыңыздың қатпарлы болуы осы майға байланысты. Шет-шеттері қалып кетпестен жақсылап майлануы керек. Осылай майымызды шетін қайырып тұрып майлап қамырымызды жағып аламыз және тығыз етіп осылай орап шығамыз. Оралған қамырымызды осылай бір-бірімен біріктіріп тоңазытқышқа 5 минутқа, 10 минутқа қалдырсаңыздар болады. Мінекей қамырымыз дайын болып шықты. Енді оны барлығын көлемін бірдей етіп, қалауларыңыз бойынша үлкендеу етіп жасасаңыздар да болады. Кесіп алып, қамырымызды жаятын боламыз. Осы кесілген қамырды ұнның үстінен дәл ортасынан басып шығамыз. Сонда қатпары тура ортасынан шығып, әдемі болатын болады.
магазиндегі сияқты қатпарлы қамыр дайын болды. Енді оны жұқалап жібермей жайып, салмамыз салып, самсамызды түйеміз. Мен сіздерге самсаның екі түрлі түйілу жолын көрсететін боламын. Осылай жайып алған қамырымыздың үстіне салмамызды көбірек етіп саламыз. Ортасы толып тұру үшін. Және екінші қамырды бетіне қойып, шет-шеттерін басып, бір-біріне біріктіріп аламыз. Сосын қолымыздың көмегімен айналдырып өріп шығамыз. Енді екінші түрін түйеміз. Ол үшін салмамызды қамырымыздың жартысынан салып, бір-бірімен біріктіріп, түйіп өріп шығатын боламыз. Міне самсаларымыз дайын. Осылай әдемі болып көтеріліп шығады. Енді тапамызға салып, бетіне жұмыртқамызды жағып, күнжутымызды себіп, пісіруге жібереміз. Осы аралықта пештеріңізді қыздырып қоясыздар. Әркімнің пеші әртүрлі, сол үшін 220-250 градустарда 25-30 минут аралығында пісіп шығады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда менің алдағы уақытта шығатын видеоларымды көріп отыратын боласыздар. Менің каналымда көптеген рецепттерді таба аласыздар. Міне самсамыз дайын. Өте қатпарлы болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Видеомды аяғына шейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін.